Сәлем қыздар, барлықтарыңызға кеш жарық. Мен жаңағы түсірген тікелей эфирім сақталмай қалыпты. Сондықтан да қайтадан түсіріп жатырмын. Алдарыңызда тұрған бұл әйел бақыты гүлі. Бұл гүлді мен биыл бірінші рет өсіріп жатырмын, күтіп, баптап. Оның алдында да бұрында да жалпы сатып алып өсіріп қараған, бірақ өсіре алмадым. Биыл маған сыйлыққа келгесін бағалап, қадірлеп өсіріп жатырмын деп ойлаймын. Мінекей алдарыңызда тұрған бұл әйел бақыты гүлі. Бұл үлкен болып тұрған, негізі мен оны тағы да 2 горшокке бөліп егіп қойдым. Мінекей. Бұл гүл туралы сіздерге кішігірім мәлімет айта кетейін. Қазірдің өзінде мінекей әдемі болып гүлдеп тұр. Жалпы әйел бақыты гүлінің дүние жүзі бойынша 50 түрі бар. Ал біздің Қазақстанда қыздар мен тікелей эфирді сақталмағасын, Инстаграм желісінде сақталмағасын қайтадан өткізіп жатырмын, сақтау үшін. Сұрақтарыңыз болса жазып отырыңыздар. Біздің Қазақстанда бұл бөлме гүлі есебінде өсіріліп жатыр. Әйел бақыты деп аталған себебі мына ақ гүлі бар ғой, сол алақанға ұқсайтын болғандықтан әйел бақыты деп аталып кеткен. Сіздер осындай гүлді өсіріп жатсыздар ма? Мен биылдыққа өсіріп жатқасын молынан мәліметтер қарап, ары қарай сіздерге түсіндіріп жатырмын. Келгеніне 1 ай болады енді осы гүл. Осылай келгенде, жаңа айттым ғой, 2-ге бөлдім деп та. 2-ге бөлетін кезде мына 2 горшокке қасындағы аспириннің 2 штугын, болмаса 1 штугын 1 литр суға, жылы суға езіп, топырағына астынан құйдым. Себебі басында бұлар дейтін жаңа топыраққа, жаңа горшокке ауысқанда стресс алады ғой. Сосын стресс алмау үшін дәрімен осылай дәрі құйып араластырып қойдым. Осы 2-3 күннен кейін ары қарай алып кетті. Мінекей алдарыңызда осылай өсіп жатыр. Негізі мәліметтерге қараған кезде бұл гүлді тек қана мамыр айында гүлдейді деп тұр да. Енді алдарыңызда тұрғандай бұл мезгілге де қарамай өсе береді екен. Негізі февраль айында бұл гүл маған келген кезде гүлдері өте көп болатын. 3-4 күннен кейін больницаға жатып қалдым. Больницадан келсем, уже гүлдерінің көбісі қурап кеткен екен. Уже қарайып та. Осындай қураған жапырақ болмаса, гүлдері болса сразу қиып тастағандарыңыз жөн. Ары қарай бұл енді жапырағымен де әдемі ғой. Жапырағы әдемі болып ары қарай өсе береді. Ақ гүлі, не тұрған ақ гүлі, бұның ұзындығы 7 мен 12 сантиметр аралығында болады. Ал мына сабағы қысқа болады екен. Осылай. Көктемде 2 аптадай гүлдейді дейді. Күзде 1 аптадай дейді. Бұл мезгілге қарамай. Жалпы үйдің температурасына да қарап, үйдегі ауаға да қарайды екен жалпы гүлдер.
осылай қандай сұрақтарыңыз бар, жауап беруге дайынмын. Негізі мен бұрын Инстаграм желісінде осы гүлдер туралы, олардың күтімі, қалай суын қалай құятын жөнінде видеолар салып, мәліметтер жазып жүретінмін. Көп болды осы тоқтап қалғаныма. Енді көктем әсер етіп жатыр ма, білмеймін. Сол осылай гүлге деген шабытым ашылып, сіздерге осындай мәлімет беріп жатырмын. Күтімін айтайын енді сіздерге. Бұл гүлдің күтімі жарық жер өсіріңіздер. Тек қана жарық жер жақсы көреді. Күннің тіке түскен күн көзін ұнатпайды, себебі жапырақтарының ұшы сарғайып кетеді. Мен басында күннің көзіне қойып, жапырағым бір күні таңертең қарасам, салбырап тұр ғой жапырағым. Содан алып тек жарыққа қоятын болдым. Күннің көзінен алып тастадым. Қыста температурасы 18 градустан төмен болмаған жақсы. Негізі орташа температурасы 25-те ұстап тұру керек. Гүлдеп тұрған кезде молынан суару керек. Суды мына астынан құясыздар. Астындағы несі бар, ыдысы, судан құясыздар. Тамыр арқылы өзіне суын сорып алады. Үстінен былшытып құя бермеңіздер. Ылғалдылықты көп қажет етеді жалпы. Жапырағына да су бүркегенді жақсы көреді. Негізі бұл гүл көріп тұрғандарыңыздай шаңды сорып алады, үйдің ішіндегі бар микробтарды. Ал қандай удобрение құямыз бұған? Қай айларда құямыз? Наурыз айы мен сентябрь айының арасында удобрениелерін құйып тұрамыз. Айына бір рет. Қыстың кезінде тоқтатамыз. Көктемде қайтадан бастаймыз. Осылай кете береді ары қарай. Енді мен қандай удобрение құясыздар деген сұраққа, кәдімгі банан бар ғой, банан, күнде апельсин, солардың қабығын аршып, суға бір банкіге салып қоям. 1-2 күн тұрады да сол. Содан кейін ішіндегі бір-екі күн тұрғаннан кейін ішіндегі жемістердің қабығын алып тастаймын да, үстіне қайтадан қайнаған су құйып, сосын гүлдерге жайлап құйып шығамын. Гүлдердің осындай тамағы бар. Негізі интернетте қарасаңыздар, неше түрлі тыңайтқыштар беруге болады. Ал ауруларын айта кетсем, бұл енді бұның ауруы, мана айтқандай, горшогы үлкен болса, гүлдемей қалады горшогы. Горшогы кішкене тарлау болу керек та. Ылғалдылығы аз болса, жапырақтары сарғайып кетеді, ұштары сарғайып қурап қалады. Осындай мәліметтер айттым. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Осылай әр жерден гүлдеп жатыр, қараңыздар. Ертең суын бүркіп қоям, бұйыртса. Астынан да гүлдер шығып жатыр. Көрініп тұр ма? Осылай ақ жапырақ, сосын ішінен осындай кедіріп отыр. Өзінің бір нәрсесі бар, ол гүлі болып табылады. Әйел бақыты гүлін мен бірінші рет өсіріп жатырмын енді. Жайлап жақсы өсіп жатыр. Үйде осы бір адам жақсы қараса, жайлап әдемі құлпырып өсе береді гүлдеріңіз. Ал қарамай қалсаңыз, бітті уже, гүлдер қурайды. Менің гүлім неге қурап қалды, неге бүйтті деген көп сұрақтар келеді сондайда. Өзіңіз дұрыс қарамасаңыз, гүлдеріңізде
тіршілік иесі ғой енді бұл да. Гүлдеріңіз де солып қалады. Жақсы қыздар, тікелей эфирді аяқтаймын. Бұйырса, галереямда сақталса, инстаграмға салатын боламын. Сау болыңыздар.